сенеміз сіздегі. Күтем қызды қазағымның әп-әдемі аспанындай дейсің. Білмеймін, бір қобалжу бар сияқты. Бір қыздар келгеннен кейін болады ғой кейде, бір сыныпта жігіттер сөйлей алмай, бұрын бір старосты болып жүрген жігіттер үндей алмай қалатын кездер, сондай сияқты сізде. Сол бір ұяңдық басым болып тұр, баласы ханым, білмеймін неге екенін. Енді көреміз. Біз білетін сияқтымыз, Тимур. Сіздің сөзіне айтқым келген ғой, негізі бір толқыныс бар ма деп жігітте. Біреулер келгеннен кейін мүмкін андай күнде өлең айтып жүрген Диас еміні бүгін қалай ол сөзін ұмытып қалады дегенде ғой, мен соны айтқым келген Диастың тарапына. Жақсы. Мен айттым ғой жаңа. Құрметті көрермен, біз енді эфирімізді бастайық және бұл жандардың қарым-қатынасы қалай болып жатыр, мәселелері шешілді ме араларындағы, өздерінен сұрап білейік. Нұржан, Ағерке, келіңіздер. Қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Сіздердің жүздеріңізге қарасам бір күлкі бар. Бәрі жақсы сияқты. Шүкір, бәрі жақсы, жақсарып қалды. Ағерке. Енді біздің ара-қатынаста енді ол қалыпты жағдайға айналып кетті ғой енді негізі. Бірақ енді сол кезде анау ауылдан естіп келген әңгімелері бар. Келе салысымен айқай басталып кеткеннен кейін бір анау үсті-үстіне болып кетті, давка болып кеткеннен кейін кішкене екеуміз де өз-өзімізден шығып кеттік. Шыны керек. Содан кейін түсіністіктер болды. Одан кейін үйге бардық, түнімен телефонмен сөйлестік, ертесі үй жағына бардым, телефонмен шешілмейтін болғаннан кейін үй жағына барып сөйлестік. Былай шешкен сияқтымыз, енді өзі айтып берсін ары қарай. Ағерке? Қайырлы күн, Баласу ханым. Енді шынымен де мен көбінесе өз жеке жағдайым болып жатқан, енді бір өз проблемаларым десем, оларды отношенияға қоспауға тырысам. Бірақ шынымен де сол кезде еще жұма күні болмады ғой, көп нәрсе ішімде андай жиналып қалды да. Шынымен де өзім сондай қиын жағдайлар болып жатқанда бір ашуым атылған күн деп айтсам да болады, кәдімгідей бір андай кішкентай себеп болады ғой, бір үлкен ашудың шығып кетуіне. Сондай күн болды десем де болады. Сәл ұялып тұрған бар. Себебі енді Сол эмоцияңызға ма? Иә, кәдімгідей мінезім шығып кетті. А так, в принципе, одан кейін шынымен де үйге келгеннен кейін біз тағы да ұрылыстық. Тағы да енді менде шынымен де бір мүмкін ол Нұржанға бір манипуляция ретінде көрініп қалатын шығар, мен болды Астанаға кетем деген сияқты. Бірақ мен үшін бұл кәдімгідей енді бір Алматыда енді бұл адам маған көп адамның махаббатын беріп жатыр ғой, бір адам ретінде. Мысалға ата-анамды да сағынсам да, менде мың жақта Нұржан ғана бар, құрбыларым бар деген сияқты. Мүмкін мен одан да менде мың жақта Нұржан ғана бар, құрбыларым бар деген сияқты. Мүмкін мен одан үлкен бір нәрсе күтетін шығармын. Сондықтан да егер де екеуміз ұрсып қалсақ, мен болды енді ойымда онда не істеймін, тек қана Астанаға барам деген сияқты айтам да. Ол Нұржан Бұл сыртта болған әңгіме, Астанаға кетем дедіңіз ба? Мен болды Астанаға кетем, онда мен не істеп жүрмін осы жақта, онда лучше жақындарымның қасына барайын деген сияқты айттым. Одан кейін ол телефонмен енді шешілмегеннен кейін ертесі күні үйге келді. Сол жерде бір андай адамды көрсен сәл ұмытып қалатын бар ғой. Сондай бір сәл әңгімеміз сәл болсын жарасты. Сіздер түсіндіңіздер ме? Мәселе неде болды және түйіні қандай екен? Негізі мен түсіндім мәселені. Сіздерге рахмет, біріншіден редакцияға. Сол күні мен жобадан босатқанымда. Одан кейін ары қарай тәуелсіздік болып, мейрам болып, о күнде демалыс болып, жақсы болып қалды. Ары қарай өз-өзімізге келіп алуға, өз-өзімізге сөйлесіп алуға. Мен сол кезде айттым ғой, бұл кісіні жаттап алғам. Бұл қазір үлкен эмоцияның үстінде тұр, одан кейін айтылып жатқан әңгімелер деп ше. Айтпасам, сол да мен де эмоцияның үстінде тұрып, сол жерде таныс тоқтасын деп кетіп қалатындай да жағдай болды ғой, негізі. Ауыр әңгімелер айтылды. Әр ұрыстың ішінде ауыр әңгімелер айтылып қалады, сол үшін ғой көп артық айтпаш деп отыратын болған. Түсіндік мәселені. Енді мен енді махаббатпен шындықты ойбай деп жүріп махаббатты ұмытып кеттім да сол жерде. Енді кез келген қыз болсын, енді түсінем, барлық таныстары, туыстары барлық Астанада енді маған ғана арқа сүйейді ғой бұл жерде. Содан кейін енді саған арқа сүйеп тұрғаннан кейін сенің тарапыңнан бір ауыз Я сенікі дұрыс емес, бірақ сонда да жігіттермен сөйлесіп көрем деген әңгіме ғана керек еді маған дейді да. Мен түсініп тұрмын дейді, өзімнің дұрыс емес екен. Бірақ енді соның үстіне келіп сен
тағы қосып жібердің дейді да. Жараның үстіне тұз септің дейді ғой, былайынша айтқанда сондай болды дейді. Енді түсіндік өзіміздің қатемізді, мен өзімкін түсіндім, бұл өзінің түсінді, бір жақсы мәмілеге келгендей болдық. Ақерке. Енді одан басқа шынымен де Балауса ханым негізі Нұржаннан мен ондай байқамайтын, ол негізі телефонмен хабарласу, внимание бөлу деген нәрсені білмейді. Мен ондайға жоқпын деп айтады да маған әрқашанда. Себебі енді көресің ғой, мысалға иногда үйге келіп, мысалға өз жігітімен сөйлескім келеді ғой. Бірақ ол ондайға жоқ. Сөйлеспейсіздер ме? Вообще үйде сөйлеспейміз мысалға. Бірақ кеше кәдімгідей мен таң қалдым, өзі звондап, біз 1,5 сағат сөйлестік. Сол кезде енді мақұл, мүмкін біз мына жақта ұрсатын шығармыз, бірақ та көбінесе ол біз сөйлеспегендіктен болады да. Себебі біз мына жақта енді ортада бір шешілгендей болады да, одан кейін шығамыз. Мен айтам ғой, бізде көбінесе әзіл болады, күліп жүреміз, ол нәрсе ұмытылып қалғандай болады да, бірақ шешімін таппайды. Бір кеше байқағаным, сонымен 1,5 сағат сөйлесіп, бұл кісі мені тыңдады, кәдімгідей бірінші рет өмірімде тыңдады, соңына дейін. Сосын түсіндім, сен мынаны өзгерту керек деп жатсың деп жатыр да. Мен сол нәрсеге шынымен де риза болып қалдым. Себебі ішімдегі нәрсе айталмай жүрген нәрсе. Себебі ішімдегі нәрсе айталмай жүрген нәрсе.